Атеросклероз дегенimiz қан тамырларының ішкі бетіне холестерин және липидтердің сіңіп, түйін тәрізді жиналып, шоғырланып қалуын айтамыз. Асқынған сайын үстіне кальций тұздары жиналып, деформацияға ұшыратады. Қан тамырының қуысын тарылтып, соңында толықтай бітеліп қалуға дейін апарады. Қан тамырлары зақымданған ағзада созылмалы қан жетіспеушілігі пайда болады. Сонымен қатар, үстіне тромб қосылса, қан тамыры толықтай бітеліп, қан мүлдем бармай қалып, ағзада инфаркт пайда болады. Атеросклероз емінің басты негізі оны тудырушы факторларды шектеу. Оларға темекіден бас тарту, қан қысымы мен қан құрамындағы қанттың мөлшерін бақылау, тамақтануды дұрыстау, қимыл қозғалыстың белсенділігін арттыру, жаттығулар жасау жатады. Сонымен қатар, үй жағдайында қолдануға арналған кеңестерді ұсынамыз. Бірінші кеңес: 200 грамм балғын балдыркөкті және 200 грамм балды араластырамыз. 5 минут қайнатамыз. Bir шай қасықтан күніне 3 реттен 1 жұма қабылдауға болады. Екінші кеңес: шайдың орнына шеттен жидегінен немесе бүрген жидегінен 2 шай қасық құрғақ жидекті термосқа саламыз. Үстіне жарты литр қайнаған су құямыз да 2 сағатқа қойып қоямыз. Содан кейін сүзгіден өткіземіз. Күніне 2 рет қабылдаймыз. Үшінші кеңес: атеросклероздың алдын алу үшін орман жаңғақты және құрманы пайдаланған жөн. Төртінші кеңес: грек жаңғағы мен балды араластырып, 1 айдай қабылдау керек. Күніне 100 граммнан. Бесінші кеңес: темір ыдысқа 1 тал сарымсақ салып, 1 стакан су құйып, 5-10 минут қайнатамыз. Суытып, күніне 2-3 шай қасықтан қабылдаймыз. Алтыншы кеңес: сарымсақ тұндырмасын дайындаймыз. Ол үшін 1 шөлмек араққа 0,75 литр болатын, үстіне 1 шай қасық уақтап туралған сарымсақты қосамыз да қараңғы жерге қоямыз. 1 жұмада 2 рет шайқап тұру керек. Осылай 1 ай тұрады. 1 айдан кейін сүзіп аламыз да 40 тамшыдан күніне 3 реттен 1 ай қабылдаймыз. Бұл емді 1 жылда 1 рет қабылдау керек. Назар аударғандарыңызға рахмет.